бейбарс кыскасы махаббат 3 деңгей болады. Ерлі зайып арасында. Біріншісі дүние деңгейде. Яғни сен әйел алған кезде әйелім қандай маған пайда келеді деп аласың. Ол пысық па? Ол денсаулығы жақсы ма? Ол ата-анама қарай ма? Оның қолынан не келеді? Бұл немен сөйлесе ма деген сияқты. Әйелім болса, бейбарыс байма бай емес па? Мені дүниемен қамтамасыз ете ала ма, ете алмай? Мені жақсы асырай ала ма, асырай алай ма? Ол бірінші деңгей, екінші деңгейі ол екеуі де рухани деңгей. Екеуі де рухани бай. Олар бірін-бірі өсіреді. Бірін білгенін бәрін бөлсетті, бірін-бірі өсіріп отырады. Үшінші махаббат ол құлшылық деңгейде. Яғни сен Алланың рызалығы үшін жақсы көресің әйеліңді. Әйелің де сен Алланың рызалығы үшін жақсы көресің. Қай деңгейі ұнайды саған? Үшіншісі? Жақсы. Мен өз басым ойлаймын, енді әр адам әртүрлі мән береді. Деңгейіне қарап. Кейбіреулер бірінші деңгейді, кейбіреулер екінші деңгейді, кейбіреулер өте жоғары деңгейді адамдар, мен ойлаймын үшінші деңгейді таңдайды. Сіздер қалай ойлайсыздар?